Жеңілмейтін махаббат, салтанат Найхан. Ақылбай қарттың жасы биыл 70-ті алқымдады. Дүниеде көрген қызығы 2 ұл, 2 қыздың әкесі атанған. Ол қызы қанаты қатайып, ұядан көрген іліп ұшып өмірде орын тапқан. Үлкені Марат мұнай таситын темір тізгінінің иесі. 2 ұлы Ерлан қойшы, мал төлдетеді. 2 қызы мектепте мұғалім. Білгір педагог атанып жүр. Қай кезде қара қазақ үшін ұлдың орны ерекше. Шаңырақтың тіреуі. 60 жыл отасқан қалампыр кемпір мен кіші ұлы Ерланның қолында. Қартайғанда балаңа баладай мөлтілдейсің кейбі. Немерең балаңнан тәтті болады дегенді Ақылбай қарттың аузынан жиі естисің. Құдайға шүкір, енді өліп кетсем де ризамын деп Құдайға қолын жайып алғысын төгіп қояды. Қой, қайдағыны айтпа. Құдайдан өлім тілегенше өмір тілемейсің бе? Әлі қожырап кеткен қойныңды жылытып жүрген мына немерелеріңнің қызығын көрерсің деп кемпірі қалампыр тасын өрге домалатып отырады. Оған Ақылбай қарт ойын алысқа тастап: кемпір, бұған жеткен де бар, жетпеген де бар. Енді қанша жүреміз? Жазмыштың босағадан сығалайтын кезі де келді-ау. Солай емес пе дегенде кемпіріне мейілі көзін қадайды. Бұл өмірде өзіңе ризамын деп тұрғандай. Қалампыр апамыздың жүрегі шеңгел тікенге басып алғандай шымыр ете түсті. Бір жайсыздық орнады. Әлде ғайып бір жаманшылықтың болатынын сезетін сияқты. Ой, кәрит, алжиын деген бе? Қалампыр апамыз көбіліп өз-өзімен сөйлескенде орнынан тұрып далаға шығып кетті. Түс 5-нен ауған. Немерелері Мағжан мен Маржан мектептен қайтатын уақытқа таяды. Келіні Гүлжан мен ұлы Ерлан жұмыстан кеш қайтады. Әй кемпір, ана мектептен келетін балаларға шай суың бар ма? Таяғына сүйеніп далаға шығып. Кемпірі жез самаурынға от жаға алмай тұнжырап жүр. Әлі жауап жоқ. Ау, саған не болған? Жаңа түскен келінде теріс қарап, ажарыңды көрсетпейсің ғой. Кемпірі: әй қойшы, дегенде теріс қараған күйі қолын сілтей салды. Қалампыр апамыз бойын билеген жайсыздықты жеңе алмай көпке дейін жанталасып жүрді. Шалының терең сөздері құлағынан кетер түрі жоқ. Шал мен кемпірдің түрпідей жиылған ажарын мектептен келген Мағжан мен Маржан жадыратып жіберді. Аты әжелеп мейіріңді қандырады. Ақылбай қарт пен Қалампыр апамыз төбесі көкке жеткендей қуаныштан бастары айналып, қимылдары ширап біршама жасқа жасарып шыға келді. Ерке мінезді кең қолды қата әженің әукәуімен жүрген, әсіресе Мағжан тентекте өскен. Келе сала атасының алды-артынан өтіп, кейде қуарған шалдың мойнына асылып алады. Тойған қоздай томпиып алған ұлдың салмағына сарсу ұялаған шалдың буын-буыны қайдан шыдасын. Алласын аузына алады. Тентек ұлды жасқамақ болған кемпіріне: заманың қалай болса бөркіңді солай ки, кемпір, қайтесің, тиме құлыныма, деп айналайынын айтып, сотқар ұлды одан ара құтыртып тастайды. Оған 11 жасар Мағжан борбайына шоқ салып жібергендей ойнақтап үйдің шамын көтереді. Маржанда табиғат берген нәзіктігі болмаса, бірінің аузына бірі түкіріп қойғандай. Әй қу тентектер, бүгін қатты кеттіңдер ғой. Не болды сонша? Тыпыршып, қолын әуелгі әдетімен сермеп. Әй Маржан басын шайқап, шашылған киім-кешек, төсек-жастықтарын жинастырған болады. Қалампыр апамыз. Кеш батып, сиыр мөңіреп, қой маңырап, шағын ауылды шаңға бөліп, кешкі табында келді. Әркім тиесілі малын бөліп алып, табын тез тарқайды. Бірі қалың қой ешкісін, сиыр тайыншасын бағындыра алмай айғайға басып шуласа, бірі 5 ешкісін айдап ысқырығы жер жарып, тап қайшылығын айғай-шумен теңейін дегендей ол шулайды. У-шу басылып ел орынға отырғанда Ақылбай қарт дәрет алуға шықты. Шарбақтың бұрышынан айнала бергенде ту сыртынан сайтанның сапалағындай біреу сап етіп шыңғырған даусы қоса шықты. Тас кенеше жабысты. Сақтанатын сайтанның өзі-ақ мынау. Ақылбай атамыз Алла деуге ғана шамасы келді. Ызғарлы өмірге еріп кетпей шыдаған тамшы ғұмыр өмір атты қалтырауық тал жапырағынан баяу салбырап тамып бара жатты.
Бірақ кеште 40 үйлі қараша ауыл қыран-топан болды да қалды. Бәрі Ақылбай қарттың қазасына дорба-дорба әңгімесін шұбарта әкеліп қоңыр тамға жинақтап жатыр. Құдай-ау, бағана ғана немересінің мойнына асып шауып жүрмеп пе еді, қап деп сасас сарғайса бірі. Құбақыр дүниеден құтылған екен. Жарықтық, ұл мен қыз алдында аталы өлім болды. Не қарызы бар? Сайдың тасындай балалары осы өмірдегі тіршілігі. Ана өмірге жамбасы майлы кеткен адам ғой, дейді замандас шал. Өзі неден өлді, қалай ауырмай сырқамай сынып кетті, түсінбеймін, жүрегінің талмасы жоқ еді. Шарбақтың бұрышына қисая кетті қайран шал. Ажал келсе қайдан да алар? Ақылбай ақылшымай, аруаққа айналды деген осы, деп замандас кемпір көзін сүртті. Қалампыр кемпірге қиын болды, бір аяғы көрді жақын болса да қалай қисын. Бататта, батқан соң қалай кәрі көзін жас шықпайды. Қысыры қисығы бар әңгіме диірменнің тасындай шыр көбелек айналды. Бәрінің бетінде жағымды көлеңке түсіріп тұрған аруақты сыйлау. Құдайдан қорқу сенімі қысырап басып айтқандай. Иіс қоңысы бірлер жылады. Кім кінәлі, не себеп? 70-ге келіп немерені көрген еркелік пе? Әлде таза балалық ғұмыр ма? Жеті атадан жалғасқан дәстүрі мен шариғат жоралғыларын жасап Ақылбай қартты ақтық сапарға шығарып салды. Ескілігі ел санасына көшіп қонып жеткен мола қорым кейпіне еңседе бір рудың тағы бір төл баласын құшағына алды. Нар емшектей шошайып қара жерге жаңа жара шықты. Ол жазылып өшкенше бізде. Ақылбай қарттың қазасы жалпы қаз атаулы өз басыңды ғана ойлауға итермелей бермей ме? Кім бар, кім жоқ ешкімнің санасына кірмейді, әсіресе жылап сықтағандардың. Ал тентек ол Мағжанның жоғы біреуін жылт еткізбегені. Әкесі жоқтап Мағжан қайда? Деп роқталды да атасының өліміне сене алмай қашып жүра осы. Ойланған болып қайта қарбасқа батып кете берді. Атамызды жерлеген соң бір түн өтті. Келесі күні түс ауа Мағжанды нықтап жоқтай бастады. Қорқынышта қолтықтасты. Оу-шу іздеді, табылмады. Мағжан ит үйшігінің тасасында тығылып атасын күтіп отырды. Дене тәрбиесінен еліріп келген қалыбы. Өне бойы қолды-аяққа тоқтамайды. Келіп кетіп тұрған тұмсықтағы суын жеңімен бір қайырды да атасы өте бергенде ту сыртынан «Ау!» айғаймен бас салды. Атасы көз алдында жан тапсырды. Мағжан өлгенін анық білді. Өні өшіп қалдырады да қалды. Ата деуге шамасы келмей, өзін қандай ауыр дүние жасағанын түсіне алмай, бар мен жоқтың арасында салақтады да тұрды. Қара төбет арс-арс етіп өріп жіберді. Мағжан оқ дегендей шегіншектеп барып сүрініп құлап түсті. Ата, ат! Қираңдай тұрды. Атасын өз қолымен өлтірген толық көріп жылап жіберді. Бірақ дауыс әлі жоқ. Сәл атасына қарап кідірді де айналып тұра қашты. Бас ауған аяғы тартқан жаққа жортып кеткенін ешкім білмеді. Тіпті Мағжанның өзі. Бір күн бойы бала сезім азаптың көкесін тартты. Жылай берсе қайта жеңіл болар еді. Жылап шаршап ұйықтап қалар еді ғой. Олай болмады. Тоқым тартқан ақыл, сәби ой, ар, намыс кезек отқа салды. Атамды өлтірдім, мойнына орап еркелеткен ата-тайым, ол папамның әкесі ғой. Әкем, мен атамды әкесін өлтіргенімді білсе, мені бала етпейтін шығар. Мені үйден қуып жібереді, бәлкім мен мама мен бекер тудым дейтін шығар. Ал Маржан мені өмір бойы жек көріп кететін болды ғой. Мектептен келгенде шай дайындатып қоятын, кәмпит пішен беріп тұратын атамызды мені өлтіріп таста, елдің көзіне қалай көрінем? Жылайды, тоқтамай. Апатай, атамды өлтіргенім үшін мені қарғайтын шығарсың. Әй қу тентек, атаңды өлтірдің бе? Көз алдына ұрсып тұрған апасы келді. Кешірші апа, енді не істеймін? Барлық ауыл атасы өлтірген жауыз деп ойлайтын болды. Қайтем енді? Өз басын таспен соғып қан қылады. Мама, құтқаршы мені, мен қанішер болдым ба? Құдай мені кешіре ме, мама? Атам мен апам қой дегенде тыңдамадым, мама, сен маған ренжімеші.
мен кетті деп жылама, жарай ма? Өмір бойы атасын өлтірген жауыз деп ел сөгеді ғой мені. Мама, әкеме айтшы, әдейі істемедім. Мен әкемді өлтірген адамды кешірмеймін, өзін өлтірер ем. Ол да мен сияқты баласы болғанша. Су құйған іннің тұрғындарындай ауылдың есті ер азаматы мен азаматшасы бытырап кетті. Бір күн бос сандалды. Келесі күні кешке әкесі Ерлан ит біліп кісі көрмеген жыныс ағаштың арасынан жұбан қайыңға асылып тұрған ұлын тауып алды. Өліп қалыпты.